Ал егер ұқпаса, жанын шығарып тұрып үйретіңдер. Ал енді сен бізге қолыңнан не келетінін көрсет. Олар дымқыл ғой. Кепкен деп саған кім айтты? Профессор кейде киім жуады? Ай, қарап тұрсың ба? Болсаңшы тез. Мынаны қарай көр. Есің дұрыс па өзі? Әкем сені мәймөңкелемей жанын шығарып үйретіңдер деген. Хугоның қолынан не келетінін байқап көрейік. Тезірек суды өшіріңдер! Жоқ! Жоқ! Киелі шұлықтың әруағы үшін көмектесші! Мен қозғала алмай қалдым. Көмектес! Оның аяғы су, жүре алмай қалды. Қара! Ендеше аяғының суын сығайық. Өңін сыртына айналдырып тіккен деген осы. Осы сендерге не болған, а? Су ма? Эй, қашан қайтам? Шұлық жегіштердің түбіне жететін су. Сені қандай жаза күтіп тұрған білемісің? Арқан! Жоқ! Өйтпеңіз ағатай! Сен араласпа! Әбден кепкенше арқаннан қолыңмен ұстап тұрасың. Сен де миыңа құйып ал. Сумен ойнағаның жазасы осы, Хуго. Қалың қалай? Інішек, жағдайың жақсы ма? Жаңадан тоқылғандай болдым. Сені қатты уайымдадым. Уайымдадым деймісің? Көкала тентек, нені уайымдау керегін көрсетейін саған. Сен қақпанды меңзеп тұрмысың? Иә, інішек, профессор құрған қақпандар. Қанеке, шұлықтың өңін айналдырып оқ жаса. Ал сен үйрен. Иә.